Напор жынды екен мынаны. Жалпы айтқанда қаладағы ең нормальный райондардың бірінде тұрған үй Арай микрорайон деп аталады. 10 соттық жермен. Енді үйдің сыртының өзінен ақ біраз нәрсені айтып тұрған шығар. Оны қазір мен толықтай видеода түсіндіріп өтемін. Но пока что сіз маған тіркелуді ұмытып кетпеңіз. Есігінің алдындағы ландшафты да ұмытпаған үйдің иесі. Не айтам? Толығымен стяжка құйылған. Жалпы айтқанда үйдің сыртқы сәнінің өзін жақсылап жасаған. Ең басты айта кететін нәрсе, үй жақтағы қосымша құрылыстардан гараж бар. Плюс қасындағы мынау не есік деген сұрақ болатын болса, бұл кәдімгі үйдің ішіндегі кухняға қарай, яғни ас бөлмеге қарай кіріп кететін қосымша есіктердің бірі. Ең алдымен қораның артымен танысайық, кеттік. Біздің ауланың артқы бөлігіне өтем дегенше дейін біраз жол бар. Осы жолдың өзінен толығымен қораның барлығы, яғни осы ауланың барлығы пискоблокпен әдемілеп өрілгені көрініп тұр. Яғни үй жаққа толығымен ауладан бастап ақшаны аямаған. Ауланың артқы бетінен не нәрсені байқаймыз? Камераны мына жаққа қарай түсір. Бізде ауланың артқы бетінен бастап бір нәрсені анық байқауға болады. Ол үй жақтағы стяжкаға, яғни фундаментке, жалпы барлығына да ақшаны аямай құйдыртып, мықтап жасаған. Салынған материалына келетін болсақ, күйдірілген қыш, салынған жыл 2021. Ендеше үйдің ішкі бөлігімен танысамыз. Кеттік. Достар, есіктің ауызғы бөлігінде мынадай әдемі бір зона бар. Бұл зонаны мен былайша демалыс аймағы деп өзім жеке атадым. Неге? Өйткен себебі демалатын кәдімгідей таңертең ерте шығып аулаға, балаларыңыздың ойнағанына қарап тұратындай бір керемет зона. Енді үйдің ішкі бөлігіне қарай кірейік. Үйдің дәл осы кіреберіс бөлігінен бастап толығымен жақсы жөндеу жұмысы жасалғаны көрініп тұр. Сонымен қатар тағы да бір ескеретін нәрсе, дәл осы кіреберіс бөлік едені жақсы бағалы кафельмен кафелденген. Есіктері ашық түсті, қазірге сәнді. Сонымен қатар тағы да бір ерекше айта кететін нәрсе, үйде бізде потолокқа дейін, яғни жоғарыға дейін биіктік, ол 3,5 метр. Қазір мен оны диванның үстіне шығып тұрып сізге көрсететін боламын. Дәл осы кіреберіс зонада мынадай керемет айна бар. Сонымен қатар мына жаққа қарай кірейік. Үлкен деу қол жуатын раковина аймағы бар. Көріп тұрсыз, мен қалай қимылдап жатқанымды көрдіңіз ғой. Енді ары қарай кеттік. Сонымен қатар дәу үлкен туалет орналасқан. И самый главный, мына жақта міне негізгі үйдің маңызды бөлмелерінің бірі қазақы бөлме сізді ең бірінші қарсы алады. Қазақы бөлменің жоғарғы бөлігіне барлығына мән беріп қарасаңыз, потологы барлығы, яғни жақсы жасалған, ақшаны аямаған болғанды. Ас бөлмеге қарай өтейік. Ас бөлменің ішкі зонасының кеңдігі енді кез келген әйел адамды таңғалдырары анық. Неге? Өйткені мынандай өзінше бөлек бір островок бар. Анау астарыңызды дайындай бересіз деген секілді. Сонымен қатар басқа да бөлек ас дайындауға арналған зона мына жақта жетерліктей. Ыдыстың неше атасы сиып кететін шығар бәлкім бұл жерге. Достар, сонымен қатар үйде бізде жаңа айтып өткендегідей қосымша ана жерде бағана айтып өткен аулаға қарай шығатын есік бар. Плюс мына бөлікте үйіміздің топкасы орналасқан кір машинаны осы бөлікке орналастырған екен.
кеттік енді ары қарай. Осы кіреберіс бөлікте бізде осы үйіміздің жақсы бір айтайын жобасын жасаған кезінде ұмытпай ойластырып қосқан бөлмелердің бірі ол намазхана. Мынау біздің үйлеріміздің өзінің намазхана бөлмесі. Қараңызшы, мына үйдің кеңдігін анық осы камерадан да жалпы өзіңіз келсеңіз де көз жобаңыздан бірден байқайсыз. Осы қазір мен тұрған алғашқы холлдың өзінің былайша айтқанда демалыс бөлмесі десем де болады. Көлемі 40 шаршы метр. Сенесіз ба? 40 шаршы метр. Бұл деп отырамыз кейбір пәтерлердің көлемі бірдей. Бағана мен сізге айттым, айта кетейін, үйдің егізіме рұқсат сұрап қойғам, диванға міне шығып жоғары қарай секірсем де мен қолым жетпейді, яғни үйдің биіктігі 3,5 метр. Енді залға қарай кеттік. Залдың көлемінің өзі бір шама. Холлдан үлкен десем қателеспеймін. Қараңызшы, қанша адам істеп кетеді мына жерге қонақ шақырсаңыз. Енді перде, люстра деген сияқты элементтер әрине жетіспей тұрғаны көрініп тұр. Неге? Өйткені себебі бағана айтып өттім, жақында салынған үй және де үйлерінің басқа жоспарларының өзгеруіне байланысты, амал жоқ көшуіне байланысты мына үй қазір сатылып жатыр. Абылайша өздері үшін салынған үй. Ендеше кеттік ары қарай. Тағы да бір үйдің аймағы дәл осы бөлікте, яғни хозяйская комнаталар дейді ғой, яғни үйлерінің жатын бөлмелеріне қарай қазір біз өтетін боламыз. Ең бірінші үйдің иелерінің бөлмесіне қарай өтейік. Үйдің иесінің бөлмелерінің маған бір ұнаған жері ашық цветті таңдаған бәрі. Қараңызшы, жиһаздары, жалпы айтқанда маған ең бастысы мына бөлменің кеңдігі ұнады. Үйдегі жатын бөлмелерінің көпшілігі 30 шаршы метрді құрайды. Ойлаңызшы, әрқайсысы 30 шаршы метрді құрайды. Мына бөлмеде дәл сондай 30 шаршы метрлі. Қараңыз, керемет, ауасы кең қазір. Мен өзім сезіп тұрмын. Ары қарай кеттік. Үйдегі жиһаздардың қайсысы қалады, қалмайтын мен білмеймін. Оны үйдің иелерімен өздеріңіз келген жағдайда сөйлесесіздер. Осы үйлерінің жатын бөлмесінің аймағында душевая комната бар, яғни жуыну бөлмесі бар. Плюс қосымша киім, төсекті орналастыруға арналған мынандай кладовка бар. Ары қарай кеттік. Үйіміздің бүлдіршіндері, яғни ересек балдарының бөлмесі деп айтсам болады. Бұл бөлмеде де өзінің жеке спальный гарнитурасын, яғни жатын бөлменің жиһаздарын қоюды ұмытпаған. Ары қарай кеттік. Тағы да бір жатын бөлмеміз. Көріп тұрсыздар, жаңа айтып өткенімдегідей үлкен, кең, және де подоконниктің өзі кеңдігін байқап, анықтап көрсеңіз болады. Бұның барлығын енді мен сізге сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Ол үшін сізге өзіңізге үйге келуіңізге тура келеді. Ендеше мына жақсы үйді неге алмасқа? Сәттілік, саудаларыңыз береке болсын.